Жақсы сөйлесіп жүрдік, бірақ ол жоғалып кетті. Ол маған қазір жазбайды, звондамайды. Мына сенің үш қателігің, оны қайтарғың келетін. Оны қайтармайды. Оны алыстатады наоборот. Енді тыңдашы, неге ол жоғалып кетті? Ең бірінші очередь, еркек адамда дофамин біткен кезде, мен ертең не істеймін, ертең не қызық болады, ертең не болады, не істеп жатырмын деген кезде сен түріңе де қарамайды, әдемілігіңе де қарамайды. И сен өз-өзіңді қалай ұстайсың, ақшаң бар ма, жоқ, болған қарамайды, просто жоғалып кетеді. Потому что оған көріліп тұрған жоқ ертең не болатыны. Мен сондықтан қыздарға всегда айтамын, интригамен өзіңді қол жетімсіздік етіп отыр. Яғни қызықтыруға өмірде болады, комплиментпен сені сүйем деген заботамен ғана емес, қыздар, өзіңді бермей, просто дофамин гормонын бересің, но при этом дефицит бола отыра. Ал кеттік темаға. Қандай үш қателікті жасап сен қайтарғың келеді? Біздің самый распространенная ошибкамыздың бірі бұл инстаграмға дұрыс емес фото салу. Как ты поругаешься с парнем, қалай сен ұрсасың, қалай ол жоғалып кетеді, да? Сен өзіңнің инстаграм желіңе мына сторисқа мына суреттер саласың. Ең біріншісі, звондайсың подругаңа и айтасың: алло, Гүлмира, анау сенің машинада түскен фотоларың бар ма? Тезірек жіберші, мен инстаграмға салуым керек. Ана сүмелек звондамай кетті, маған қайтадан есіме түсіруім керек оның. Давай. Гүлмира суретін жібереді. Гүлмираның суреті сен сторисыңда тұрады. Біреудің машинасында отқан. Сен бұл моментпен ойлайсың, мен оны қайтарып аламын деп. Ол маған қайтып келеді. Осылай жасағандарың болса, комментарийға точка басып кетіңдерші. Мен сендердің көп екендеріңді көрсем, келесі видео еще қызығырақ жасауға тырысамын. Как психолог, как NLP-ді зерттеп жүрген адам ретінде мен саған айтып берейін. Сенің оған көрсеткен реакциялар оны алыстатады. Сен ойлама, мен қазір оны қызғандырамын, и ол маған қайтып келеді. Мүмкін ол саған жазуы мүмкін инстаграмға: кіммен жүрсің деп, но ары қарай ілінбейді ол. Ары қарай алып кете алмайсың. Осы қателіктер сені алып кеткізбейді. Теперь мен саған айтайын. Екінші қателік сенікі қандай болады? Екінші қателік бізде қыздар өзінің біреуге керек екендігін көрсеткісі келеді. Кетіп қалған жігітке: ты думал, сен кетіп қаласың, менде ешкім болмайды деп ойлап қалдың ба? Менде басқа біреу бар деп гүлдің суретін салып қоятын қыздар болады. Прямом смысле айтырмын. Гүлдің суретін салып қоятын қыздар болады. Мынаны қара, сен гүлдің суретін салу арқылы оған менің басқа біреуім бар, сен ойладың ба кете алмайды деп, сенен мен кете алам деп көрсетпейсің. Сен наоборот реакцияңды көрсетіп тұрсың. Реакцияң арқылы мен сенсіз, я зависима от тебя. Сенің кеткеніңді қатты байқалғандықтан сальто жасап уже әртүрлі фотоларды салып қуып кетіп жатырмын. Мен сенен кеткім келмейді, мен сенімен бірге боламын. Мен білем, қазіргі уақытта саған, наверное, обидно. Кішкене ауырып тұрған шығар жүрегің, сағынып тұрған шығарсың, да? Кешегі сенің ойыңа құрап алған неше түрлі пландарың бар етін, фантазияларың, ертең біз андай жасаймыз, одан кейін мен оған тұрмысқа шығам, бүкіл подругам біледі онымен сөйлесіп жүргенімді. Енді не деп айтамын, сөйлеспей кеттік деп айтамын ба? Мамам да біліп қойды ғой уже соған шығып жүргенді, не істесем екен деп ойланып тұрған шығарсың. Уайымдама, қазір мен саған қайтаруға болатын бір крючокты айтамын. Тыңдап отыр. Үшінші қателік бізде өтірік звондау жігітке. Мен всегда айтамын, вниманиені алмайынша көрсетпе. Яғни бізде өзімізде психологияда термин бар, насильственное общение. Пока сен оны зорлап өзіңе сөйлестіргің келген сайын, ол сенен алыстай береді. Бізде қыздар мына тірлікті істейді. Үшінші қателік: өтірік звондайды жігітке и скажет: звондадың ба, сенен пропущенный кеп тұр. Больше звондадың ба, айтшы тезірек. Мынау айтады: жоқ, звондаған жоқпын мен саған. Сен звондадың маған, звондадың. Звондағаннан кейін айтып тұрмын: бопты, звондасаң, давай трубканы қоям, маған үйіп скидывать етпе деп трубканы қояды да подругасына қарайды: біліп қойды ма өтірік екенін? Жүрегім дүрсілдеп тұр, звондаймын екен енді, звондамайды саған. Потому что ол қазіргі уақытта сенің границаңды шымшып тексеріп тұр. Не істейді екен бұл ары қарай деп. А сен оның жасаған ойынына, оның саған берген манипуляция тірлігіне беріліп тұрсың. Өзіңнің реакцияларын көрсетіп тұрсың. И как ты думаешь, ойыны іске асқан адам ойын шынымен управлять етпей ма? Сенімен управлять ету, қайтып барса сені қабылдай алатыныңды біледі. Даже қайтып келсе де сен спокойно қабылдай аласың. Бірінші қайтарып алайықшы, да, как бы. Мен саған айтар едім, инстаграмға ешқандай фото салма. Ол сені көріп үйреніп жүрген жігіт сені көрмей қалу керек бір моментте. Қайқа кетті? Ішіп жегенін де салатын қыз еді ғой.
Не болды Инстаграм фото салмай қалды? Мүмкін басқа біреуі бар шығар. Сені алдыңа, онына сенің алдыңа алып келетін ой мынау. Басқа біреу бар ма екен? Не может быть, басқа біреуге кетуі мүмкін емес. Жоқ, мен қайтарып алам деген ой ғана оны қайтып алып келеді. Потому что никак әйел мен қыздың ешқалай қадірін көтермейді мына тірліктен басқа, мына ойдан басқа. Ол менікі болмауы мүмкін деген ой соперниктің бар екенін тек қана жүгіртіп алып келеді. Мен всегда айтамын, мужчина смотрит на тебя глазами других мужчин. Яғни ол сенің қазақша айтқанда сені көреді басқа еркектердің көздерімен. Түсінің бе? Ол үшін инстаграмға фото салмаймыз. Бірінші, вообще фото салмайсың, в прямом смысле жоқ болып кетесің. Я көріп үйреніп қалған жігіт сені іздей бастайды. Іздете аламын, мен іздеді. Одан кейін саған хабарласады. Хабарласқан моментте, алло, мен ауырып қалдым ғой, сен кеткен кезде. Бір апта бұрын звондау керек еді. Неге звондамадың бір апта бұрын? Деп жылап, оған өзіңді аянышты түрде көрсетіп, бұның жүрегін ауыртып, өкіндіремін деп ойласаң, кеткеніне өкіндіре алмайсың олай. Бұл ол жертва состояниесін көрген адам саған сразу начинает абьюзивный отношениясын көрсетуге. Екінші бізде кішкене ұрысқақтау қыздар болады, өзі граница, самооценка деген бәрін білет, бірақ отношенияда часто потеряет самооценку. Смотрите, екінші қыздар былай телефонда алады, не есіңе түстім ба? Звондамай-ақ қой, болды. Звондамай-ақ қой, болды. Дейді де, одан кейін қайтадан өзі іздей бастайды. Яғни, даже мынау қызда, екінші қызда екі іс-әрекетпен өзінің реакцияларын көрсетті. Я повелась, мен алдам қалдым саған. Сен мені алдадың, мен алдам қалдым, болды, осымен ойын бітті, мен сені сүйем дегенді көрсетіп тұрсың. На самом деле былай істеу керек еді. Техниканы күтіп отырсың ба? Астына техника ұнаса комментарийға жазып кет. Келесі техника ары қарай келді ма, ары қарай қызығушылықты қалай ұстап қалу жайлы болады. Сол үшін жазып отырыңыздар, қыздар. Ары қарай бізде мынау. Телефонды алдың. Телефонды алған кезде не болды, деген реакцияны көрсетпей спокойно сөйлесесің, как ничего не бывало. Алло, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Сөйлесіп жатсыңдар, не істеп жатсың? Отырмыз, өзі ақталады. Сенің жақсы сөйлеп отқаныңды көрген еркектің инстинкті өзім қорғана салайын, лучше бұл жынданбай тұрып, өзі ақталады. Мен білесің ба неге жоғалып кеткенімді? Ағаларым жібермей қой, жұмыстан жұмыс болып кетті, ренжімеш. Көрдің ба? Сол айта ма? Точно айтып отырмын ба? Жизненно ма? Жазып отыр. Өзі ақтала бастайды, өзі ақталған моментте сен мынаны жасайсың, мына техниканы. Ол саған айтпаған техника бар, ол саған айтпаған проблема бар. Яғни ол никогда машинасын ұрдым деп айтқан жоқ. Енді сен оған айтасың, сен машинаңды ұрдым деп едің ғой, бәрі нормально ма? Қайтадан келіп тұрған жігіт, сені қабылдайды деп ойлап тұрған жігіт, былай қарайды, саған айтады. Жоқ, мен машинаны ұрдым деп айтқан жоқпын ғой саған. Кім айтты саған? Сен айттың ғой маған машинамды ұрдым деп. Шатыстыруы мүмкін емес. Он начинает. Басқа біреумен шатыстырып тұрған шығарсың. Сонда мен кетті деп басқа біреумен сөйлесіп тұрсың ба? Сразу тезірек мынау отношенияға қосылды ма? Жігіт қосылды. Қызғанып бастады ма? Қызғанып бастады. Мен саған жаңадан бері айттым, жоғалып кеткенін сразу айтпа, но оны өмір бақи айтпа деген жоқпын. Ішіңдегі обиданы сен шығарып тастауың керек. Кім ол? Да? Кім ол, чтобы сен оған өзіңнің обидаңды айтпауың үшін айтасың. Осы моментте қайтадан мынау жерде тұрған, наверное, мен шатыстырып алдым. Шатыстырып алған болармын. Бірақ, знаешь, қызғанып отырсың ба мені? Қызғанатын болсаң, 10 күн бойы қайда болдың? Ладно, қазір мен саған өзім хабарласамын. Күте тұр, мама звондап жатыр. Телефонды қоямыз. Незаконченный разговор бар бұл жерде. Бізде бұл жерде бітілмеген оқиға бар. Интригасы бар, бітілмеген оқиға бар. Сенің ценностін көтердің, іздемедің, өзіңнің зависимый екенін көрсетпедің, созависимый отношения көрсетпедің, насильственный общение көрсетпедің. Яғни психологиялық тұрғыда бұл жерде 3 түрлі техниканы қамтыдық. Тура осы техниканың ары қарай жалғасын күтесің ба? Комментарийға күтемін деп жазып кет. Және де осы техника менің қай курсымның ішінде бар деп ойлап отырсаң, энергия дорогой девушки, женщины. Үйленген, үйленбеген, айырылысқан, ажырасқан қыздардың барлығын алуға болады. Әр техникамен бөліп айтамыз. Тура қазір сендерге бөліп айтып отырғандай. Ол үшін астындағы ссылканы қарасаң, именно ютубтан келген қыздарға скидка болады. Негізі бағасы скидкасыз, одан 50 есе қымбатырақ.